Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге оңай әрі тез жасалатын, жұмсақ болып пісетін мейіз қосылған кекстің рецебімен бөлісетін боламын. Ендеше менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен құрғақ өнімдерімізді араластырып аламыз бөлек ыдысқа. Бірінші осылай ұнымызды електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізгеніміз жақсы. Содан кейін үстінен шым-шым тұзымызды, қантымызды қосамыз. Және де дәміне қарай ванилин қосамыз. Ванилин ұнатпағандар қоспасаңыздар да болады, міндетті емес. Соңынан қопсытқышымызды қосамыз. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды және де сұйық майымызды құямыз. Мен жартылай сұйық май, жартылай сары майды ертіп қостым. Және соңынан сүтімізді қосып, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Енді құрғақ өнімдерімізді де осылай араластырып аламыз. Ұнымыздың үстінен енді осылай жұмыртқалы сұйығымызды қосамыз. Және де ешқандай түйіршік қалдырмай венчиктің көмегімен араластырамыз. Міне бізде қоймалжың қамырымыз дайын. Үстінен мейізімізді салып осылай араластырамыз. Мен пешімді алдын ала қыздырып дайындап қойдым. Дайын қамырларымызды осылай формаларымызға құйып шығамыз. 1,5 ас қасықтан құйып шығасыздар. Сонымен қызып тұрған пешімізге салып 30-35 минутта пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да пайдалы рецептер шығатын болады. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер.